Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгін наурыздың 31-і, көктемнің алғашқы айының бітуіне бір-ақ күн қалды. Бүгін соңғы күн. Көктемнің екінші айының басталуымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Бүгін видеомызда мен сіздерге өзімнің шаруашылықты бір шолу көрсететін боламын. Көктем уақытында қалай өзгеріп жатыр, сонымен қатар бордақ сиырымызды да қандай өзгеріске ұшырап жатыр, қалай семіріп жатыр, соны да бір көрсете беретін боламын. Сол үшін достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Мына жерде мысығымызды тышқан ұстап еңбектеніп жатыр. Өздеріңіз байқасаңыздар, міне мынау бізде қазіргі таңда малдарымыз кешкі уақытта алып келетін жер. Осы жерде полямыз мынау. Бұрын осы жерде шөп жейтін. Қазіргі таңда өздеріңіз көрсеңіздер, мал шөп жемек түгілі жүруге келмей қалды жағдай. Себебі малдың тұяғы уыт дегендіктен жердің астындағы батпағын шығарып, жаңбыр 4-5 күн жауғандықтан осындай күйге ұшыратты. Сол себепті қазіргі таңда малдарымызды далаға айдап сап жүрміз, көгалға шөп жеуге. Бір уақыт жайылып келеді, кешкі уақытта шөп сап қоямыз. Қалай шөп саламыз барлығын сіздерге келесі видеода көрсететін боламын. Бұдан дейін сіздерге міне бордақ сиырымды көрсете кетейін. Қазіргі таңда осы жалғыз бір-ақ сиыр қалды. Бордақыда ала сиыр. Өздеріңіз алдыңғы видеоларды көрсеңіздер, осы сиырды туралы білсеңіздер болады. Көптеген нелер бұрынғы видеоларда өзімнің телефон номерімді берген болатынмын. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар деп. Сол кезде кеше 2-3 күн бұрын көптеген адамдар сұрап, өздерінің жауаптарын алып жатыр. Ол дегеніміз бордаққа қатысты сұрақтар, ең көп келіп жатқан сұрақтар. 1 жасар тайынша бордақлап отырмын, 1,5 жасар тайынша бордақлап отырмын, ұрғашы тайынша бордақлап отырмын, сол семіре ме? Не берген дұрыс, қандай жем берген дұрыс, қандай мөлшерде берген дұрыс деп көптеген комментарийлерде сұрап жатыр. Соларға бір жауап беріп кетсем деген видео болатын. Бірінші сиырымды айта кетейін. Ана сиырдың тұрғанына 4,5-5 айға жуықтап қалды. Міне ең арық күйде көрген. 2 айға дейін сауылған сиыр болатын. Қазіргі таңда міне өздеріңіз көрсеңіздер, үсті жылтырап, үстіне кілем төсеп шай ішсем болады. Мысал жатқанда үсті тақтай дейді тура. Өздеріңіз шамамен айта кетіңіздер, қанша килограммда ет береді бұл сиырымыз. Мысалы, міне өздеріңіз майын ұстап көрейін. Мына алақанға толып тұр майы, бір уыс болып. Килограммы 2000-нан аламыз дейді. Өздеріңіз ойлаңыздар. Осындай малды көктем уақытында семіртіп, килограмм 2000 теңгеден сатқан ол өте тиімсіз деп ойлаймын. Себебі қалада сиыр малының еті 2,5 мың, 2800 теңге шамасында болып тұр. Достар, негіз тірідей өтпей жатса, өзім ойлап отырмын. Ауыл ішінде қасап жасап, кішкене 2000-нан жоғарырақ бағада килограммдап сатсам деп, себебі 2000 теңгеден сатқанын ол 4-5 ай байлаған жем шөбімен ақтамайды. 2000 теңгеден бер алып кетеміз деп тұр, алып сатар етпе айналысатын кісілер, бірақ ол өте тиімсіз баға. Сол себепті өздеріңіз еңбектеніп байлаған малдарыңызды неғұрлым жақсы бағаға өткізуге тырысыңыздар. Себебі ол жерде құр малдың ғана құны емес, сіздің салған үстіңізге еңбегіңіз бар. Оның барлығын, жем шөбін, шығынын, кеткен уақытын, малдың басын, санын барлығын шығаратындай баға болу керек деп ойлаймын. Содан кейін айта кететін жағдай, 1 жасар тайыншаларды бордаққа қойып жатқан кісілерге айта кететін жағдай, алдында бір кісі жекеме хабарласып сұрады. Ол кісінің айтуы бойынша шөбіміз таудың шөбі, қырдың шөбі беріп отырған. Содан кейін тартылмаған бидай беріп отырмыз дейді, жүгерімен қосып. Содан тайыншамыз 2 күн болды, жем жемей қалды, дұрыс. 1-2 ай болды бордақлап жатқанымызға, бірақ нәтиже жоқ дейді. Соған айта кететін болсам, ол міндетті түрде ондай жағдайда нәтиже болмайды. Себебі ол кісіге де жекесіне түсіндірдім.
ең алдымен кебек емес тартылған бидайды 2 уақыт бердіңіздер. Бастапқыда 1 уақыт бидай, 1 уақыт кукуруз бердіңіздер тартылған. Одан кейін кішкене кіші мал болғандықтан асқазан үйренгенге шейін, асқазан үйрене бастағаннан кейін бір 4-5-7-ден кейін, 1-1,5 айдан кейін 2 уақыт бидай, түсте 1 уақыт нелерде сауықтыру орындарында барлығында не жейді ғой, андай манигаш сондай секілді түсте соның дәрежесінде кукуруз бар, малдарға арналған өнім. Сол кукурузды 1 уақыт берсеңіздер, түскі уақытта ол малдың асқазаны ауырмай, керісінше бордақыда тез семіруге әлдеқайда көмек беретін болады. Сол себепті түскі уақытта 1 уақыт кукуруз беріп қойыңыздар. Кукуруз жеген малдың майы әппақ болады, тап-таза әдемі болады. Сол себепті кукурузды да міндетті түрде беруге тырысыңыздар. Тағы да мен YouTube'дан көптеген каналдарды көріп жатырмын. Солардың бірі осы көрші ауылдағы канал. Атын айтпай-ақ қояйын. Бірақ қорасын жасаған жерінде көп бордақы каналдарды көрдім. Мал жататын жер мен адам жүретін жер өте тар болады осы жер. Көп мал бордақылайым дейді де, 2 есе көп шығынға батады. Себебі малдың үстінде тазалық жоқ, біріншіден айта кетсек. Екіншіден адамға да тазалық болмайды, ары бер жүрген кезде үсті арты былғанып. Үшіншіден жұмыс істегенде қиын, шөп салған, жем берген. Ал төртіншіден айта кетсек, малды мысалы сойуға, ары бер кіргізуге алып шыққан кезде тар болады. Және бесіншіден, ондай жерде көп мал ұстай алмайсыздар. Мал ұстау тиімсіз, астын тазалаған тиімсіз, ең бастысы ары бері мысалы арбамен, тачкамен жүре алмайсыздар. Сол себепті бордақы қора салған кезде неғұрлым қораның масштабын кең қылып салыңыздар. Ол қатты дәу болып кеткен қора ешқашан зиян болмайды. Кейін жаз уақытында бордақымен айналыспасаңыздар, басқа да 4 түлік малдың біреуін қорада ұстай берсеңіздер болады. Достар, осындай видео сіздерге ұнады ма деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып қолдап отырайық. Қазір сіздерге алдыңғы видеода көрсеңіздер, жемнің қатысын боламын. Қазіргі таңда бізде аз мөлшерде кукуруз, жарты мөлшерде бидай және көп мөлшерде арпа қалды. Бірақ барлығы 2,5-3 тоннадай ғана қалды. Себебі көп мөлшерде бордақы мал жеп қойды барлығын. Одан қоса қазір көктем уақытында мал арықтап сиыр туып жатқандықтан барлығы осы 1 уақыт жем жеп жатыр. Сол себепті жемнің кету мөлшері жоғары болып тұр қазіргі таңда. Сол себепті жем аз кету үшін достар, көбінесе жоңышқа шөбімен айналысыңыздар, жоңышқа егіңіздер, малдарыңызға жоңышқа беріңіздер. Сонда қыстан доп-домалақ болып ет түспей жақсы болып шығады. Сонда сіздерде 2 рет шығынға батпайтын боласыздар. Осындай видео болды деп ойлаймын. Видео сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, осы агро каналының дамуын бірге атсалысып қолдап отырайық. Келесі видеода сиырларды қалай ұстап жатырмыз, соны көрсететін боламын. Кешкі уақыт болады қазіргі таңда. Сол кезде сиырларға шөпті қай жерге саламыз, мынандай батпақты қай жерге беріп жатырмыз. Көктем уақытында өте маңызды істердің бірі болып табылады. Малдың азығын қалай береміз, соны түсіретін боламын. Сол себепті каналдың видеоларын үзбей көріп отыруға кеңес беремін. Сіздермен болған агро каналы келесі видеода кездескенше.